Әл-Ансари деген кісі айтады, жалпы ихсан, сопылықна мәңгілік бақытқа жету мақсатында нәпсіні тәрбиелейтін, осы нәпсіні тәрбиелеудің жай жапсарын үйрететін, мінез құлықты көркейтетін, кісінің ішкі жан дүниесі менен сыртқы жаратылысы менен қатар осы меңгеретін ғылым деп айтады. Осы сопылықты, ихсанды. Енді Әл-Жүнейд деген имам Әл-Жүнейд айтады, ол ихсан дегеніміз күллі жақсы мінездерді пайдаланып, бойына сіңдіріп, барлық нашар мінезді тәрік етуді айтамыз дейді, ихсанды. Және Ахмад ибн Ажиба деген ғұлама былай айтады, ихсан мүліктердің жалғыз иесі болған Алла Тағаланың құзырына апаратын жолдарды үйрететін, ішкі жан дүниені жаман мінездерден тазартатын, және осы ішкі жан дүниені әртүрлі жаңағы асыл жақсы құндылықтарменен безендіретін ілім дейді. Ихсанның бастауы ол білім дейді, ортасы әрекет дейді, соңы Алланың разылығы дейді. Демек, тасауф жолына түсем деген адам, мен тасауф жолын ұстанам деген адам, мен ихсанды ұстанам деген адам ақиданы бірінші жақсы білу керек екен. Ол білімге ұмтылу керек екен. Ақиданы, ақойд дейді ғой, сенім мәселесін, Аллаға болған сенім. Ал кейбір сопылықтар болады, жаңағының өзінің пірін құдайлық дәрежеге шығарып жібереді. Құдайдың арасындағы байланысты адам қылып жібереді. Кейбір уақыттарында естіп қаламыз, мен өзім тыңдамадым, кейбір кісілерден естіп қаламыз, осындай кейбір өзін пір санап жүргендер бар екен. Мен қабірде қабір азабында сұрақ менің рұқсатымсыз болмайды. Періште, Әзірейіл періште жан алу менің рұқсатымсыз алмайды деген сондай түсініктемелер бар да. Кейбіреулер бар, енді ол кінәсімен шығар. Мүмкін сол айналарындағы мүриттері, сол айналасына ерген адамдар, олар оны асыра мақтап жібереді. Асыра мақтау адамды тәкаппарлыққа алып келуі мүмкін, немесе өзін бір керемет сезім кету мүмкін да. Қай салада, тек тасауфта емес, қай салада. Мысалы, солдардың кесірінен кейбір жаңағы пірмін деп санап жүргендер, кейбір тасауфтың өзінің сол басшысы санап жүргендер сондай кейбір адасулыққа себеп болып отыр. Соның халықтың арасында сол тасауфқа болған, ихсанға болған ілімді жек көрініштік пайда болып отыр. Көрдіңіздер ме? Негізі тасауф ілімі, ихсан ілімі өте жақсы ілім.